Bölüm сәндік қолданбалы өнер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тоқыма материалдарды өңдеуге арналған құрал-жабдықтар мен құрылғылар. Сабақтың мақсаты тігін машинасының тарихымен, құрылысымен танысамыз, қол жұмыстарына арналған жабдықтармен және қол тігістерінің түрлерімен танысатын боламыз. Қол еңбек құралдарымен жұмыс істеудің қауіпсіз тәсілдерін, еңбек гигиенасының ережелерін білу. Осы сабақта біз осындай жетістік критерийлерге тоқталамыз. Тігін машинасының жабдықтарын және оны жұмыс ерекшеліктерін білетін боламыз. Тігу бұйымдарын, құрал-жабдықтарды және оны қолдану әдістерін үйренетін боламыз. Және де техникалық қауіпсіздік ережесіне де тоқталатын боламыз. Мына суретке назар аударайық. Мына суретте қол жұмыстарына арналған құрал-жабдықтар бейнеленген. Мұнда ине, жіп, сантиметр таспасы, түйреуіш, қайшы және де қосымша материалдар тігін машинасының суреттері бейнеленген. Енді біз тігін машинасына тоқталамыз. Тігін машинасы бұл тоқыма және теріден жасалған материалдар тігу үшін тігін жіптер арқылы киім, аяқ киім және басқа тігін бұйымдарын дайындау үшін арнайы жасалған жабдық екен. Тігін машинасының тарихына бейнебаян арқылы танысайық. Балалар, бүгін күнделікті өмірде аналарымыз, апаларымыз қолданып жүрген тігін машинасының тарихымен танысамыз. 15 ғасырдың аяғында тігін машинасының бірінші жобасын Леонардо да Винчи ұсынған. 1755 жылы Карл Визенталь инесі мен құлағы ортасында орналасқан тігін машинасын жасады. 1808 жылы Пири негізгі жұмысы бір жіпті тізбектелген тігіс тігетін машинасын ойлап табады. 1834 жылы Уолтер Хунд шөрнек құрылғысы мен үшкір жағында тесігі бар ине ойлап тапты. 1844-45 жылдары Элиас Хоу бір қапты жұмыс жасайтын тігін машинасын жасады. 1850-51 жылы Ален Уилсон және Исаак Зингер қазіргі заманғы тігін машинасын жасады. Сол себепті қазіргі уақытта көптеген тігін машиналары Зингер атымен аталған. 1900 жылы Зингер Ресейдің Подольск қаласында зауыт ашады. Содан кейін оған 1917 жылы Подольск механикалық зауыты деген атау беріледі. Ал енді тігін машинасының түрлеріне тоқталатын болсақ, біз осындай көріп тұрғандай үш тігін машинасының түрлерін білеміз. Қол машина, аяқ машина және электр машина. Тігін машинасының жетегінің түрлері ол қол жетегі, аяқ жетегі және электр жетегі болып бөлінеді екен. Әмбебап өндірістік машиналар жүрмек және қайып тігу, ілмек жасау, матаны әртүрлі әдістермен кестелеу үшін қолданылады. Шек тігіс машинасы, етік тігетін арнайы машина. Өндірістік тігін машиналары әртүрлі болады. Мысалы, әйелдер көйлегін, халатын, костюмдерді, бөліктерді қосу машинасы және де жасырын тігісті орындау тігін машинасы. Ең соңғы түймені қадау машинасы деп бөлінеді екен. Тігін машинасының бөлшектермен жұмыс жасау механизмдері. Бірінші табан, екі басу табан, үшінші маңдайша, төртінші үстіңгі жіп реттегіш, бесінші жіп тартқыш, алтыншы басу табанды реттегіш, бұранда, жетінші қол, сегізінші жіп арбағыш, тоғызыншы маховик, 10-шы жіп төккіш, 11 тігіс адымның реттегіш, 12 жіп төккіш реттегіш, 13 тігісті реттегіш қолша, 14 ине ұстағыш,
15-ші ине пластинасы, 16-ші мата жылжытқыш, 17-ші шөлмек құрылысы, 18-ші жылжымалы пластина, 19-20 қол жетекші болып бөлінеді екен. Қол жұмыстарына тоқталу үшін біз негізі бұйымды өңдеуге арналған терминдерге де тоқталатын боламыз. Қол жұмыстары дегеніміз тігін бөлшектерді тігін машинасымен тіккенге дейінгі біріктіруге бағытталған іс-әрекет айтамыз. Ол қай кезде қолданылады? Мысалы, қиықтарды көктеу, ұсақ бөлшектерді негізгілеріне қосып көктеу, бұйымның етек жағын бүгіп көктеу. Ал енді термин сөздермен жұмыс жасайтын боламыз. Бізге көбірек кездесетін терминдерді атап өтейік. Бұйымдарды тіккен кезде түрлі тігістер мен тігіндер қолданылады. Тігіс матадағы иненің екі шаншым арасындағы жіптің өрімі. Тігіндеп матадағы қайталанған тігіс қатары. Енді тігістің ұзындығы шаншылып алынған инелерінің арақашықтығын айтады екен. Осы термин сөздерді еске сақтайтын боламыз. Термин сөздерді дәптерге жазып аламыз. Енді қол жұмыстарын орындаған кезде біз міндетті түрде қол тігістерін пайдаланамыз. Қазір біз сол қол тігіс түрлеріне тоқталатын боламыз. Көктеу, бұйымды уақытша біріктіріп тұратын тігіс. Көктеп тігу, қалтаны негізгі бөлшекке жапсырып тігу. Тағы да бір түріне тоқталатын болсақ, ол торлау тігісі. Торлау тігісі бөлшек қиықтарын сетінемеу үшін қолданылады. Айқас тігіс әрлеу және жапсырып тігу тігісі. Келесі қол тігіс түріміз бүгіп көктеу. Бүгіп көктеу бұйымның етегін, шектерін уақытша бүгіп тігу. Көшірме тігісі бір бөлшектен екінші бөлшекке сызықтардың көшірмесін түсіру. Енді көктеу тігісінің суретіне назар аударайық. Жаңа біз атап өткендей көктеу тігісі бұйымды белгілі бөлшектерді біріктіріп, көктеу үшін арналған осы тігістің түрі. Мына жерде тағы бір түрі торлау тігісі. Ол матаның шеті сетінеп кетпес үшін қолданылады. Енді мен сендерге тапсырма беремін. Тапсырманы орындау үшін біз міндетті түрде техникалық қауіпсіздік ережесін орындауымыз керек. Оған назар аударайық. Көктеу тігісін орындау үшін біз инемен, қайшымен жұмыс жасаймыз. Сондықтан қауіпсіздік ережесін еске түсірейік. Тап жорға, табаны жоқ боз жорға, желіп кетсе жеткізбес, жерге түссе таптырмас. Ол не? Әрине, ол ине. Қол жұмыс кезіндегі қауіпсіздік ережелерінде инемен жұмыс жасау қауіпсіздігіне танысайық, балалар. Инені ауызға салма. Тот басқан инемен жұмыс жасауға болмайды. Инені кез келген жерге қолдануға болмайды. Инені арнаулы жастықшаға қадап қой. Инемен тіккенде оймақты қолдан. Қарқылдаған қос қылыш қолға тисе жоқ тыныш. Бұл не? Бұл қайшы. Қайшымен жұмыс барысында қайшыны арнаулы қобдишада сақтау, қайшыны жолдасыңа үшкір ұшымен берме, қайшыны ашық қалдыруға болмайды, қайшының ұшын жоғарғы көтерме, жолдасың қайшымен жұмыс істеген жатқан кезде көңіл бөлуге болмайды. Ал енді осымен біздің сабағымыз аяқталды. Тапсырманы орындайсыздар. Ережені сақтай отырып, көктеу тігісін орындап аяқтаймыз.